Баршаңызға сәлем. Бүгін мен гүл ханым дайындадым. Дәмі өте керемет болды. Бізге керегі асқабақ және пияз. Пиязымызды майдалап турап аламыз. Асқабағымызды да майдалап турап аламыз. Қамыр илейміз. Суымызға ашылау етіп, тұз салып, 2 жұмыртқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне еленген ұнымызды салып, қаттылау етіп, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. 5-10 минут тындырып қоямыз. Қамырымыз тынған соң 2 бөлікке бөліп, зуала жасап, қамырды жая бастаймыз. Менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де видеоларым ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Қамырды осылай жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп орап, 4 саусақтың өлшемінде етіп өлшеп, кесіп шығамыз. Кесілген қамырды біртіндеп бір-бірінің үстіне жайып, дәл ортасынан 2-ге бөлеміз. Енді асқабақ пен пиязымызды қосып, үстіне тұз салып, бұрыш салып, сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырға асқабақтарымызды салып, дәл осы видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Міне бізде қамырларымыз роза гүліне ұқсап әдемі болды. Бетіне май жағып, отқа 45 минутқа пісіруге қоямыз. Дәмі де, түрі де керемет болды. Жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.